Ассалаумағалейкум достар. Мынау қазір айтып кететін тақырып бұл көп жағдайда жігіттердің ойында жүрген, болмаса қорқыныш болып жүрген жайттардың бірі урологқа келмеудің себептері. Қазір сұрап отырсақ, көп жағдайда урологқа барудан көбісі қорқады, болмаса ұялады, болмаса жаңағы миф бір-бірін естіп алған. Урологқа барсаң, жаңағы бірдеңе тығады, ауыртады, ашиды, ойбай, жолдан қажет жоқ деп жатады. Енді қазіргі кезде қарап отырсақ, уролог дәрігер нені анықтайды? Уролог андрологтар нені анықтайды? Әрине бұл аурулардың асқынып кетпеуін алдын алу мақсатында әртүрлі тексерістен өткізіледі. Енді әрине жігіттердің айтып жүрген мен осы анализдің түрін тоқталып кетейін. Бұрын мына ПЦР алатын, яғни щетка дейміз ба қазір, осы енді заман ағымына қарай бұл да жаңарып келе жатыр. Бұрын темір болатын, яғни темір қасық арқылы жаңағы үрпі жолынан мазок алатын, инфекцияларды тексеру мақсатында қырып. Енді қазіргі кезде медицина даму барысында қазір одноразовый, яғни бір реттік қолдануға арналған мынау щетка. Щетканың да түрлері болады. Ең қазіргі уақытта тонкий дейміз ба, жіңішке түрде. Бұл щетка не үшін? Бұл щетканың құрамында дестін алу мақсатында ПЦР деген анализ алады, мазок алады. Ол мазок не үшін? Егер де мына үрпі жолдарында инфекция болатын болса, қышу, ауру сезімдер болатын болса, осы щетка арқылы осы жерден мазок алынады. Мазокты алған кезде осы қырынды дейміз ба, қатыса жатқан кезде қырындыға әртүрлі инфекциялардың жаңағы тікенде жабысып қалған түрі жабысып осыған өтеді. Осыны жаңағы сындыру арқылы лабораторияға жіберіледі эндоскоппен. Бұл нені анықтайды? Жыныстық жолмен берілетін аурулардың сіздің үрпі жолыңызда бар болатын болса, мынаған міндетті түрде шығады. 99% осы ПЦР әдісі арқылы жыныстық ауруларды анықтауға болады. Екінші жолы, бұл әрине қан тапсыру арқылы, жаңағы бір жігіттер болады, қаннан қорқатын. Қан тамырдан анализ алып көрмеген жігіттер бар. Сіздер ойлағандай емес. Одан қазір қорқудың қажеті жоқ. Өйткені мынау қазіргі кезде қанмен анықтауға да болады, үрпі жолдардан анықтауға болады. Одан кейін жаңағы көп жағдайда баланың болмай жатуы. Соған байланысты 10 жылдан бері жүріп қойған, дәрігерге қаралмаған, енді Алла тағала береді деп жүре берген. Әрине әрекет қылсаң бәр нәрсе болады. Сол себепті достар, бұл жерде сіздерге мифті айта кетейін. Ешқандай қазір ауру сезімді сезінбейсіздер. Қазіргі кезде технологияның дамуына байланысты қаннан да үрпіден де анализдердің алу жолдары жеңілдетілген. Ал енді тағы бір айта кететін нәрсе, мынау мазоктан бөлек секрет алып жатады. Яғни жыныстық жаңағы тікшек арқылы массаж жасап, сол секреттің бойындағы сөл тексеріп жатады. Енді кейбір көрсеткіш бойынша алынады, кейбір адамдарға ол міндетті емес. Оған байланысты әрине ультрадыбыстық зерттеу бар. Егер сіздің дәрігеріңіз ультрадыбыстық зерттеуді білетін болса, ОЗИ-ға түсу арқылы сіздің қуығыңызды тексеріп, безіңіздің сіңгенін, сіңбегенін, безіңіздің құрамында тас па, құм ба, басқа кальцинаттардың бар жоқтығын анықтап алуға болады. Олай болса, достар, мифқа сенудің қажеті жоқ. Оның бәрі миф, қорқынышты жеңу керек. Міндетті түрде ауруды асқындырмай алдын алу керек. Сол себепті мен сіздерге айтатыным, ешқандай уролог дәрігерге барудан қорықпаңыз. Алдын ала сіз аурудың асқыну емес, алдын алу мақсатында барасыз. Аман, сау болыңыз достар. Біздің парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Өзіңіздің пікірді қалдырыңыз. Сізге алғаш рет урологқа барған кезде қандай қорқыныш болды? Астына жазып кетіңіз. Сау саламат болыңыздар.